педагогикалық кеңесті бастауға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі күн тәртібіндегі бірінші сұрақ қашықтан оқыту бойынша жұмыстар есебі. Баяндамашы Қуанышбекова Ләззат Тұрарова. Ләззат Тұрарова, сөз кезегі сізде. Жамбыл жоғарғы медициналық колледж ұжымы Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрінің 14-ші наурыз күні шыққан 108-ші бұйрығының негізінде 16-ші наурыздан бастап COVID-19 коронавирустық инфекциясының таралуына жол бермеу мақсатында оқу үрдісін қашықтан оқу жүйесінде бастап кетті. Колледж басшылығы жұмыс орнынан, әкімшілік мүшелері қашықтықтан бақылау жүргізіп, студенттер мен оқытушылар үйлерінен модул электронды платформасы арқылы тапсырмаларды орындап, оқу үрдісін қашықтықтан жалғастыруда. Оның ішінде Салтанат Садуанованың бөлімшесінен Қошқарата ауылында Жуалы ауданында тұратын студентімізге Қазпочта арқылы сабаққа байланысты материал жібердік дедіңіздер. Студенттен алынды ма? Олар жіберді ма Қазпочта арқылы орындаған тапсырмаларын? Колледждің ақпараттық орталығы мамандарының тиянақты білікті жұмыстарының арқасында модул электронды платформасының барлық мүмкіндіктерін студенттер мен оқытушылар тексерудің мақсатын айтып кетейін. Информатика пәні бойынша оқыту сапасы және әдістемелік жабдықталуын қарастырдық. Және студенттердің оқу үлгерімі, білім сапасы, сабаққа қатысуы, оқытушының білім берудің жаңа түрлері. Мүшелерімен пән оқушыларының сабақтарына бірнеше рет қатысып, талдау жасалынды. Барлық оқытушыларда типтік бағдарламаға бойынша жұмыс бағдарламасы күнтізбелі тақырыптық жоспар жасалынған. Алдын алу айлығын үнемі ұйымдастырамыз. Қазан айында көптеген іс-шаралар ұйымдастырылды. Соның бірі мына жерде спорт секциясымен бірге мына жерде жеңіл атлетикадан күзгі кросс. Күнделікті студенттердің тест тапсыруын қадағалайды, ноқта дайындайды. Өздеріңіз білесіздер, 2020 жылдың қаңтар айында тестке дайындау және станцияға дайындайтын студенттер тағайындалған екен.